Сен киелі рух деген атауды естігенде, оның нені білдіретінін білгің келсе, неден бастағаның жөн? Онда киелі кітаптың бірінші бетінен бастап оқыған дұрыс. Мұндағы баяндамада жер ретсіз, тіршіліксіз және қараңғы болып бейнеленген. Бірақ ретсіз тұңғиықтың үстінде Құдайдың рухы қалықтап ұшып жүрді. Ол өмір, реттілік және әсемдік орнатуға дайын болды. Жақсы, бірақ Құдайдың рухы деген кім? Киелі кітап авторлары Құдайдың бір жерде болуы туралы жазғанда, оны кейде Құдайдың рухы деп атаған. Рух сөзі еврейше руах деп аталады. Руах? Иә, соңғы дыбыс тамақты тазалағандай айтылады. Сонда руах сөзінен не түсінеміз? Руах сөзі бірнеше мағынаны білдіруі мүмкін. Бұлардың бәріне ортақ нәрсе қуат. Қуат бұл қалай? Көзге көрінбейтін қуат бар. Ол бұлттарды айдап, ағаш бұтақтарын тербетеді. Иә, ол жел. Еврей тілінде жел де руах деп аталады. Түсінікті. Енді терең тыныс ал. Бойында не сезінесің? Жұтқан ауаны сезінемін. Нақтырақ айтқанда, қуатты сезінесің, сол емес пе? Терең тыныс алғанда, бойыңа кірген қуат та руах деп аталады. Бұл сөз киелі кітапта Құдайдың бір жерде болуын сипаттау үшін де қолданылған. Жел мен тыныстың көрінбейтіні сияқты, Құдайдың рухы да көзге көрінбейді. Жел қуатты, және Құдайдың рухы да қуатты яки құдіретті. Өмір сүруіміз үшін тыныс алу қажет болғандай, Құдайдың рухы да өмірімізді қолдайды. Руах сөзі өте маңызды екен. Енді киелі кітаптағы ұлы әңгімені әрі қарай оқиық. Одан Құдайдың рухының нақты тапсырмаларды орындау үшін адамдарға ерекше күш пен қабілет артқанын көреміз. Киелі кітапта мұндай жағдай орын алған алғашқы адам Жақыптың ұлы Жүсіп. Құдайдың рухы оған түс жорударын сыйлады. Кейінірек Безалел есімді шебер мынадай жайтты бастан өткізді. Құдайдың рухы оған ерекше даналық пен қабілет артты. Ол Безалелге киелі шатырда әдемі бұйымдар жасау үшін жасампаздық дарынын берді. Сондай-ақ Құдайдың рухы пайғамбарлар деп аталған арнайы адамдарға ерекше дарын сыйлаған. Олар тарихта не болып жатқанын Құдайдың көзқарас тұрғысынан көре алды. Иә, дәл солай. Міне пайғамбарлар көрген мәселе мынау. Құдай ие шынымен жақсы дүниені жаратқан болса да, адамдар зұлымдыққа бой алдырды. Олардың әділетсіз істері арқылы дүниеге ретсіздік енді. Ретсіздіктің жаңа түрі. Иә, пайғамбарлар Құдай рухының жаратылыстың басталуының бірінші тарауында сипатталғандай келетінін айтты. Ал енді ол адамның жүрегін өзгертіп, оған Құдайды және басқаларды шын жүректен сүюге қабілет беру үшін келмек болды. Құдай рухының бұл жаңа әрекеті қалай болмақ еді? Ғасырлар өтіп, Мәсіх Иса дүниеге келді. Ол қызметін бастаған кезде Иордан өзенінде суға шомылдыру рәсімнен өтіп жатқаны туралы әдемі көрініс бар. Иә, көк ашылып, Құдайдың рухы көгершін бейнесінде ұшып келіп, Мәсіх Исаға қонды. Бұл оқиғада Құдайдың рухы оған жаңа жаратылысты бастайтын құдіретті артты. Мәсіх Иса адамдарды сауықтырып, күнәларын кешірген кездерде осы құдіреттің болғанын көреміз. Мәсіх өлім жайлаған жерде өмір жаратты. Ал Израильдің дінбасылары Мәсіхке қарсы шығып, ақырында оны өлімге бұйырды. Бірақ бұл жерде де Құдайдың рухы әрекет етті. Мәсіх Иса өліп қайта тірілгеннен кейін, оны алғашқы болып көрген шәкірттері Мәсіхті тірілткен Құдайдың құдіретті рухы деп жазған. Бұл жаңа жаратылыстың бастамасы. Иә, ол әлі де жалғасуда. Мәсіх Иса өзінің ең жақын шәкірттеріне көрінген кезде, оларға демін үрлеп, киелі рухты қабыл алыңдар деді. Бұдан кейін көп ұзамай Құдайдың рухы Мәсіхтің барлық шәкірттеріне қонып, өзінің құдіретін артты. Осылайша, олар жаңа жаратылыстың бір бөлігі ретінде ізгі хабарды жариялады. Әрі Құдай рухының құдіретімен және жетелеуімен өмір сүруді үйренді. Қазірде киелі рух қараңғы жерлерде қалықтап ұшып жүр. Иә, ол адамдарға Мәсіх Исаны нұсқап, Құдайды және басқаларды жақсы көре алу үшін өзгертіп, күшейтеді. Мәсіхке сенушілер киелі рухтың осы ұлы ісін жуырда аяқтайтынына сенеді. Киелі кітаптағы ұлы әңгіменің соңында бір тамаша көрініс бейнеленген. Жаңа адамзат Құдайдың сүйіспеншілігі мен өмір беретін рухына кенеліп, жаңа әлемде өмір сүреді.